Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен кешкі асқа дайындалатын өте керемет тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен күрішімізді пісіріп алатын боламыз. Күрішімізді мұздай суға жақсылап жуып алып, қызып тұрған қазанымызға кішкене май құйып, жуып алған күрішімізді салып қуыратын боламыз. Күрішімізді 3-4 минут қуырып алсаңыздар жеткілікті болады. Бұл қуыруымыздың себебі күрішіміз бір-біріне жабыспай пісіп шығуы үшін. Күрішіміз қуырылды, енді бетін жауып тұратындай су құямыз. Дәміне қарай кішкене тұзымызды салатын боламыз. Сосын жарты сағат бетін жауып жұп-жұмсақ қылып пісіріп алатын боламыз. Біздің күрішіміз пісіп дайын болды. Дайын болған күрішімізді бір араластырып жіберіп, ыдысымызға салып алатын боламыз. Піскен күрішіміз суып қалмас үшін бетін жақсылап орап қойсаңыздар болады. Ал енді бетіне құятын подливымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осы ет, пияз, сәбіз, картошка керек болады. Барлығын осылай кубиктап турап алатын боламыз. Қазанымызға майымызды құямыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Етімізді қуырып алған соң, турап алған пиязымызды салатын боламыз. Бұл екеуінде жақсылап қуырып аламыз. Сосын дәміне қарай тұзымызды, өздеріңіздің үйлеріңізде бар керек приправаларды да қоссаңыздар болады. Мен қара бұрышпен және тағы бір приправа қостым. Тағы енді барлығын жақсылап араластырып қуырып алған соң, үстіне сәбізімізді салатын боламыз. Оны да бір араластырып жақсылап қуырып аламыз және томат пастасын құятын боламыз. Барлығы қуырылды. Ал енді турап алған картошкамызды салатын боламыз. Оны бір араластырып, үстіне картошкамыздың бетін жауып тұратындай су құятын боламыз. Суымызды құйып алған соң, 1 сағатқа қазанымыздың бетін жауып, барлығын жақсылап пісіріп алатын боламыз. Ал енді жаңағы пісіріп алған күрішімізді ыдысымызға жақсылап салып аламыз. Күріштеріңізді жаңағыдай қуырып пісіретін болсаңыздар, күріштеріңіз жабыспай, әдемі болып пісіп шығатын болады. Біздің подливамыз дайын болды. Өте керемет, ерекше тамақ болып шығады. Отбасыларыңызға дайындап беріңіздер, міндетті түрде қайтадан сұрайтын болады. Ал енді осы подливамызды жаңағы дайындап салып алған күрішіміздің үстіне құятын боламыз. Біздің ерекше тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым Ерғалиқызы.